мұңайма. Болар болмас нәрселерге мұңаюымыз біздің күш-қуатымызды алады. Дүниеге қара көзәйнекпен қарап, жарықты және ондағы жақсы нәрселерді байқамай, өзімізді бақытсыз сезінуге мәжбүрлейді. Болар болмас нәрселер үшін, мәселен, ауа райының бұзылуы, жоғалған ақша, сырқаттану, киімге жұққан дақ, сынған табақ және басқалар үшін қайғырып, көңіл күйін бұзуға татымайтын нәрселер үшін қайғыға бата беретін кісілер бар. Әрдайым қайғырып, кішкентай қиыншылықтарды ауырлатып үйреніп қалған кісі, әрдайым жүнжіп, пұшайман болып жүруімен өзінің өмірін ғана қор қылып қоймай, қоршаған дүниенің сұлулығын көруге де өзіне өзі тосқауыл болады. Жан тыныштығы жоқ кісі оның бар екенін, жаратқанның шексіз күш-қуатын көрсетіп тұрған әлемдегі көптеген кереметтерді байқамайды. Болмашы ойлар кісіні ұлы және мағыналы нәрселер туралы ойланудан мақұрым қалдырады. Құран оқып жатқанда, намаз оқып сыйыну сәтінде, тағы басқа ғибадат сәттерінде ойлар жинақтауға кедергі болады. Жаратылысқа ой жүгіртіп, ақыл ойды мағыналы нәрсеге бұру кісінің жан дүниесі мен иманы үшін өте маңызды. Бір күні өліп қалуы мүмкін деген ой тыныштық бермейтін кісілер де бар. Бірақ біз білгендей, әрбір жан өлімнің дәмін татады. Өлім сөзсіз болатын нәрсе, және біз одан еш жаққа қашып құтыла алмаймыз. Ал енді бір күні өліп қалам деп қорқып, өмір бойы жылап, қайғырған кісі үшін өмірдің қандай мәні қалды? Егер сен болар болмас нәрселер үшін сары уайымға салына беретін болсаң, онда өзіңе жаратушы тарапынан жазылған тағдыр сөзсіз іске асатынын еске түсір. Егер бір нәрсе болып кеткен болса, демек ол дәл солай болар еді деген сөз. Өйткені бұл дүниедегінің бәрі қалай болу керек болса, дәл солай болып өтеді. Кісі өзінің ақыл ойы шектеулі және әлсіз болғандықтан әрдайым өмірінде болып жатқан оқиғаларға дұрыс баға бере алмайды. Және кейде оған жамандық болып көрінген нәрсе шындығында ол үшін ұлы жақсылық болып қалуы мүмкін екендігін еске алып жүр. Өмірге оң көзқараспен қара және бізді сақтаушы, қорғаушы, кешіруші, сүйуші, қамтамасыз етуші, түзу жолда жүргізуші және бізге шексіз жақсылықтарды беруші, жәрдем беруші, жақсылық қалаушы жаратқанға ғана тәуекел ет.